Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сабақта 42-ші есептен бастап есептерді бірге талдайтын боламыз. 42-ші есепте былай делінген: 3 дүкенге көкөніс әкелінді. Бірінші дүкенге әкелінген көкөніс массасының екінші дүкенге әкелінген көкөніс массасының қатынасы 2 санының 3 санының қатынасындай. Екінші дүкенге әкелінген көкөніс массасының үшінші дүкенге әкелінген көкөніс массасының қатынасы 5-тің 7-ге қатынасындай. Бірінші дүкенге әкелінген көкөніс массасы үшінші дүкенге әкелінген көкөніс массасынан 770 килограммға кем. 3 дүкенге неше тонна көкөніс әкелінді? Оқушылар, есептің бергені бойынша бірінші дүкенге әкелінген көкөністің массасы екінші дүкенге әкелінген көкөністің массасының бір-біріне қатынасы 2-нің 3-ке қатынасындай. Сол сияқты екінші дүкен мен үшінші дүкендегі әкелінген көкөністердің массасы 5 пен 7-ге сандарының қатынасындай. Енді қараймыз оқушылар. Екінші дүкен мұнда 3 болып тұрса, мұнда 5 болып тұр. Осы екі санды бір санға келтіруіміз керек, яғни ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Ең кіші ортақ еселік 3 және 5 саныныкі 15 болады. Енді осы 15-ті 3-ке бөлеміз, 5 болады. 15-ті 5-ке бөлеміз, 3 болады. Яғни оқушылар, 15-ті 3-ке бөлу арқылы 5 санын мына бөлшекке көбейтеміз. 15-ті 5-ке бөлу арқылы 3 санын мына бөлшекке көбейтеміз. Сонда 15-тен 10 болады мына бөлшегімізде. Ал мына бөлшек бізде үсті 15, асты 21 болады. Сонда бізде мынадай қатынас пайда болды. 10, 15 және 21 деген қатынас пайда болды. Бірінші, екінші, үшінші дүкенге әкелген көкөністердің массаларының қатынасы. Ал енді бізде былай дейді: үшінші дүкенге әкелген көкөністің массасының бірінші дүкенге әкелген көкөністің массасының 770-ге артық. Яғни бірінші дүкен екінші дүкенге әкелген көкөніс массаларының 770-ге кем. Енді қандай да бір санға қысқарған сол санды табамыз. 21x азайтылған 10, x тең болады 770-ге. Екеуін азайтамыз, 11x тең болады 770-ге. Енді x табу үшін не істейміз? 770-ті 11-ге бөлеміз, сонда бізде x тең 70 болды. Енді оқушылар, бір бөлігі бізде 70 килограммға тең екен. Мұнда килограмм деп алайық. Енді оқушылар, осы 10-ды, 15-ті, 21-ді барлығын қосамыз, көбейтеміз 70-ге. 10 қосылған 15, қосылған 21, көбейтілген 70. 10-ға 15-ті қосамыз, 25, қосамыз 21-ді, 46 болады. 46-ны көбейтеміз 70-ге. Сонда бізде 3220 килограмм болады. Сонда оқушылар, 3 дүкенге әкелінген көкөністің массасы 3220 килограмм екен. Бізден тапсырма бойынша тоннаны сұрап жатыр. 3220 килограмм тең болады 1000-ға бөлеміз, сонда 3,22 тонна болады. Сонда жауабы 3 дүкенге 3,22 тонна көкөніс әкелінген екен. Оқушылар, 43-ші есепте 42-ші есепке кішкене ұқсас келеді екен. Шопан, Дина, Жанат бақтан 177 алма терген. Терген алмаларын әрбір үймеге Шопан 3 алмадан, ал Дина 4 алмадан бөлгенде үймелер саны бірдей болады екен. Терген алмаларын әрбір үймеге Дина 5 алмадан, Жанат 6 алмадан бөлгенде үймелер саны бірдей болды. Шопан неше алма терді, Дина неше алма терді, Жанат неше алма терді? Оқушылар, Шопан, Дина, Жанат үшеуінің терген алмалар саны 177-ге тең. Енді Шопанның және Динаның терген алмаларының санын қатынасқа аламыз. 3-тен 4 қатынастай және Дина мен Жанаттың терген алмаларын 5-тің 6-ға қатынасында етіп аламыз.
Мұнда Дина, яғни бірінші қатынаста 4 болып тұр, екінші қатынаста 5 болып тұр. Осы 4 пен 5-тің ең кіші ортақ еселігін табу арқылы бірдей санға айналдырамыз. 4 пен 5 санының ең кіші ортақ еселігі өздерінде көбейткішке жіктеу арқылы тапсаңдар болады, 20-ға тең болады. 20-ны 4-ке бөлеміз, 5 болады, 20-ны 5-ке бөлеміз, 4 болады. Сонда біз 4-тен 3 деген бөлшекті 5-ке көбейтеміз. Алымында бөлімінде сонда 15, бөлімі 20 болады. Мұнда 5-тің 6-ға қатынасы 20-ны 5-ке бөліп 4 деп аламыз. Екеуінде 4 деген санға көбейтеміз. 20, мұнда 24 болды. Оқушылар түсінікті, қалай бөлшегіміз басқа бөлшекке айналғаны. Енді қатынас ретінде алатын болса 15, 15-ның 20-ға қатынасы, сол сияқты 20-ның 24-ке қатынасы. 20-ны 2 рет жазбаймыз, мұнда 24 деп аламыз. Енді оқушылар осылардың бәрін қосамыз, сонда 15 қандай да бір санға қысарып тұр ғой, оны белгісіз сан деп аламыз. 15x қосылған 20x қосылған 24x тең 177 деп аламыз. 15-ке қосамыз 20-ны 35 болады, оған 24-ті қосамыз 59 болады. 59 x тең болады 177-ге. X-ті табу үшін 177-ні бөлеміз 59-ға. X тең болады бізде 3-ке. Енді осы сандарды жеке-жеке мына сандарға көбейтеміз. Яғни 3-ті көбейтеміз де, әрбір бөлігі бізде 3-ке тең екен. Енді Шолпан 15 көбейтілген 3 тең болады 45 алма, 45 алма терген. Дина 20 көбейтілген 3 тең 60 алма терген. Соңында Жанат 24 көбейтілген 3 тең 72 алма терген. 45-ке 60-ты қосамыз 105 болады, оған 72-ні қосамыз. Ең басындағы үшеуін терген саны шықты, 177 шықты. Сонда жауабы 45, 60 және 72 алма болады екен. Оқушылар, 44-ші есеп. Қауын, қарбыз және асқабақтың массасы 19 кг. Қарбыз қауыннан 4 кг ауыр. Қауын мен асқабақтың массаларының қатынасы 2-ның 1-ге қатынасындай. Қауынның, қарбыздың, асқабақтың массасын табыңдар. Оқушылар, қауын, қарбыз, асқабақты қосқан кезде 19 кг болып тұр. Қауынның асқабаққа қатынасы 2-ның 1-ге қатынасындай. Бізде қарбыз қауынға қарағанда 4 кг-ға артық болып тұр. Қауын бізде белгісіз, x деп аламыз. Қарбызды қауыннан 4-ке артық болып тұр, x қосылған 4 деп аламыз. Ал асқабақты мінеки 2-ның 1-ге қатынасына деп тұр ғой. Яғни осы қауынның салмағының жарысына тең екен. Сонда біз жарысын, яғни 2-ден 1 деп аламыз. 2-ден 1 x. Яғни 1-ді 2-ке бөлсек, асқабақтың салмағы шығады. Енді осы үшеуін қосамыз, сонда бізде мынандай теңдеу шығады. x қосылған 4 қосу 2-ден 1 x тең болады 19-ға. Енді x табамыз. X-ке қосамыз, x-ті 2x болады. Мына бізде 0,5 қосамыз, 2,5 x болады. Тең 19 азайтылған 4. 4 теңдіктің оң жағына минус таңбамен ауысады. X тең болады 15 бөлінген 2,5. Сонда оқушылар, x тең болады 6-ға. Енді осы 6-ны орнына апарып қоятын болсақ, мұнда сонда бөлу жасайын. Қауын бізде x еді, демек 6, қарбыз x қосылған 4, 6 қосылған 4 тең болады 10. Ал бізде асқабақ
Асқабақ 2-ден 1 екістеп алдық. 2-ден 1 көбейтілген 6 тең болады 3-ке. 6 килограмм, 10 килограмм және 3 килограмм. Мінекей, қауынның салмағы, қарбыздың салмағы және асқабақтың салмағы. Үшеуін қосқан кезде 6-ға қосамыз 10-ды, 16 қосамыз 3-ді, 19 килограмм шығады екен. Оқушылар 45-ші есепте қаладағы ұзындығы 164 км жолды жөндеуге жұмысшылардың 3 бригадасы қатысты. Бірінші бригада 7 жұмысшы бар, олар 4 күн жұмыс істеді. Екінші бригадада 6 жұмысшы бар, олар 5 күн жұмыс істеді. Үшінші бригадада 8 жұмысшы бар, олар 3 күн жұмыс істеді. Бригадалардың әрқайсысы неше километр жол жөндеді? Оқушылар ең алдымен бір жұмысшы бір күнде қанша километр жөндейтін табамыз. Ол үшін барлық жолдың ұзындығы бізде 164 километр. Бірінші бригадада 7 жұмысшы бар, 4 күн жұмыс істейді. Екінші бригадада 6 жұмысшы бар, олар 5 күн жұмыс істейді. Ал үшінші бригадада 8 жұмысшы бар, олар 3 күн жұмыс істейді. Барлығын көбейтіп, жеке-жеке көбейтіп, қосамызда 164 санын сол санға бөлеміз. 164 километр бізде жолдың ұзындығы. 7-ге көбейтеміз 4-ті, 28. 6-ға көбейтеміз 5-ті, 30. 8-ге көбейтеміз 3-ті, 24. 164 километр. 28 қосамыз 30-ды, 58 қосамыз 24-ті, 82 болады. 164-82 бөлеміз, сонда 2 километр. Әр жұмысшы бір күнде 2 километр жөндейді. Енді осыны бірінші бригада 7 жұмысшы көбейтеміз, 4 күнге көбейтеміз 2 километрге. Сонда 28, 56 болады, 56 километр. Бірінші бригада осынша жол жөндеген, екінші бригада 6 жұмысшы 5 күн көбейтеміз 2 километрге. 60 километр. Ал үшінші бригаданың жолын ұзындығын табайық. 8 жұмысшы көбейтеміз 3 күнге, көбейтеміз 2 километрге. Сонда 24, 48 километр болады. 56-ға қосамыз, 60-ты қосамыз 48-ді. Оқушылар, сонда бізде 164 километр шығады. Мінекей, бірінші бригаданың жасаған жұмысы, екінші бригада және үшінші бригада. Оқушылар, бүгін сабағым осымен аяқталды. Егер түсінбеген қандай да бір сұрақтарың болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.